Қайырлы күн. Денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Қайырлы күн. Алла бақыр ниеттеп шүкір. Дұрыс. Мұсылмансыз ба, аға? Иә. Дұрыс. Сол сізге сол көрінейін дегенім ғой. Астында тұрған сіздің Сізде неге екі WhatsApp адам нөміріңіз ба? Астындағы, аға, мынау? Иә. 22-36 деген, иә. Аха, түсінікті. Көріп келсіз ба, аға? Қандай қасиетіңіз бар дегенім ғой, сұрайын дегенім ғой. Мен өзім сынықшымын. Тылсыммен байланысты нәрселерді көрем де, алам да. Сосын организмді тексерем, денсаулығын барлығын. Немене бар, немене жоқ. Қалай болып отырмын, сондай. Керемет. Мен жайлы не ойлайсыз? көрмейді соны. Сізде как будто былай денеңізден бөлектеніп тұрған сол жағыңыздан алдына қарай бір нәрсе тұр, соны көріп тұрмын. Не тұр? Өзіңіз байқайсыз ба? Жүрек жағыңыздан бір түрлі болып тұрады постоянно. Жоқ, ондай жоқ. Мен зато көріп тұрмын қазір. Бастың ішінде бір түрлі болып тұр. Басқаша нені көріп тұрсыз, басқаша? Міне қараңыз. Міне, денеңізде қандай сезім болады, байқап отырыңыз. Қандай сезім болады? Ешқандай. Адамның бойында оқылған нәрсе болса, аруақ екен ғой жаңа көрініп тұрған. Аруақ келіп кетіп жүрді сіздің жаныңызға. Қай жақтағы аруақ? Кімнің аруағы ол? Әкеңіз жаныңыздан. Олар неге келіп жүр? Қалай ойлайсыз? Енді оны қарау керек қой. Көзбе-көз қарап, видеозвонокпен мен қарап, сонда байқаймын. Оған дейін пока олар ештеңе айтып отқан жоқ, оны демек кетті. Келіп кетті. Басқа не айтасыз мен жайлы? Сізде позвоночникта екі жерден проблема бар ғой позвоночникта. Содан? Басыңызда қарақұсты бұрын ауыртып алып дедіңіз, қарақұсыңызды. Қара құсымды дейсіз ба? Қара құс деген желке жағы емес пе, да? Иә. Жоқ, ондай болған жоқ. Еш уақытта. Жоқ, мына жерде бірдеңе білінеді. Ішінде бірдеңе білінеді мына жерде. Ал ондай еш нәрсе болған жоқ ол жағыма. Жоқ, бала кезден бастап жатқа білесіз бе енді барлығын? Енді өзімен де ес білгелі білем ғой енді. Жоқ, мен көріп отырған нәрсе, мен адам денесінде историясында немене қалып қойды, соны көріп отырам. Басқаша не айта аласыз, басқаша? Қалай басқаша? Енді дауыста неден, мысалы, не айта аласыз деп, мен сізге WhatsApp-қа шығу үшін, сөйлеу үшін, сізге ебеңізге ақы төлеу үшін мен сізге сенуім керек қой. Енді адамның өз еркі, сене ме сенбей ме, но кімге ем керек, ана бойында не, адамның өзінің міне кеудеңден мына жерінде бірдеңе бар. Кеуде сүйек. Не бар онда? Ауру ма, не? Дақ па, дат па? Шақ кірген ба? Жоқ, сүйек ауырады. Сүйек ауырмайды ол жер. Сүйек ауырған. Жоқ, бұрын неткен бірдеңе болған өзіге. Білем болған. Сүйекпен байланысты бірдеңе болған. Кішкене майысқан ба, сондай бар. Басқаша тылсым дүние туралы не айтасыз, мен туралы? Мен кіммін сізбен сөйлесіп тұрған? Соны айтып бере аласыз ба? Кісі қарайсыз ғой?
Жоқ, жалпы айтып бере аласыз ба? Мен кіммін деген сөзге. Сұраққа жауап қалай көріп тұрсыз дегенім ғой өзіңіз. Мені тексеруге келдіңіз бе? Жоқ, сізді тексеруге келген жоқ мен, әрине, ондай жоқ. Тек сөйлесуге келдім. Мен адамның бойында не жоқ, адамның бойында не көрсетеді, мен соны айтып отырамын, болды. Сізге не көрсетіп тұр? Мен 76-шы жылғы боламын, сіз нешінші жылғы боласыз? Үлкен сияқтысыз ғой менен. Иә. Жақсы аға, не көріп тұрсыз дегенім ғой. Айып етпеңіз, мен сізге мынандай ренжітіп. Көрініп тұрған нәрсені айттым мен саған. Ештеңе не істейін тұрған жоқпын. Көрініп тұрған нәрсені. Не көріп тұрсыз басқа? Сол жақ жамбастан, сол жамбастың алдыңғы жағынан сол сүйектен бірдеңе білінеді. Сосын мынау белдің тұсынан артқа қарай тартылған сияқты бір нәрсе білінеді. Оқылған нәрсе ғой анда. Ал сіз мана кісі қарайсыз дедіңіз ғой. Қай жағына мен кісі қарайым? Емшілік бар. Потому что әруақ келіп тұр жаңа. Неше аруақ бар менің артымда, білесіз бе? Екеу. Сіз 7 деген санды білесіз бе? Жоқ, естіген жоқ онда. Сіз қазақ 7 ата ұстанатынын білесіз ғой да, сонда қазақта өз жұрты, нағашы жұрты, түп жұрты дейді, білесіз ғой да оны? Иә. Енді сіз қалай онда 7-7-7-ні білмейсіз? Қазақтар мысалы 7-7-7 санын қасиетті санайды. Автокөліктерге де айта беріңіз аға. Иә. Нені айтып отырсыз ғой ана? Жетіскенің 7 албы дейді, не? Аталардың несі 7-ге бөлінеді. Басқа ештеңе көріп тұрған жоқсыз ба? Жоқ, басқа. Бір нәрселер көрінеді, мен соны түсіне алмаймын неме екенін. Онда маған қарай жекеге шығыңыз, мен сізді қасиетіңізді мен сізге көбейтемін керісінше. Жақсы аға, айып етпеңіз, кешірім сұраймын. Сау болыңыз аға. Жақсы. Сау болыңыз аға.